Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Мақсат, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Қымбатты достар, Instagram әлеуметтік желісінде тікелей эфир өткізу барысында Астана қаласы бойынша үй кезегінде тұратын көптеген оқырмандарым келесі өтініш жасаған. Мақсат мырза, Астана қаласына 2024 жылға қандай жоспарланған нысандар бар? Сол нысандарда үлкен өтініш барып шолу жасап берсеңіздер деп. Егер осы Мақсатпен деген YouTube каналда видео деген жерлерді басатын болсаңыздар, бұл нысанды мен уже дронмен түсіріп қойғам. Бірақ көпшіліктің түсінбей жатқаны, жалпы бұл нысанға қалай жетеміз, қалай келеміз, тағы да басқа деген. Достар, үлкен өтініш осы Мақсатпен YouTube каналында 200-ден астам баспана мәселесіне байланысты бейнероликтер бар. Подписация басып қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Енді айта кететін жайт, мүмкін 2024 жылға Астана қаласында басқа да жоспарланған нысандар бар шығар. Менің білетінім әзірге осы. Бұл нысанды менің жеке пікірімше 2 немесе 5%-бен отбасы банк арқылы мемлекеттік бағдарламамен ипотекаға беретін болады. Енді нысанның орналасқан жер бойынша айта кететін боламыз. Біз қазір Астана қаласы сол жағалауында тұрмыз. Бұл Нұра ауданы, қазіргі Нұра ауданы. Мынау ұзынан ұзақ бұлай тұрған Сығанақ көшесі. Сығанақ көшесі тікелей барады, Тұранмен жалғасады, яғни Тұранға тиеді. Бұлай ұзынан ұзақ Тұран көшесі жатыр. Арғы бетте Қайым Мұхамедханова көшесі. Түсініп отырсыздар ғой, достар, арғы жерде мынау Сығанақ көшесімен былай қарай жүретін болсаңыздар, Ильяс Омаров, Шыңғыс Айтматов көшесі. Шыңғыс Айтматов көшесі тікелей барады, Ұлы Дала көшесімен жалғасады. Тағы да айта кетемін. Мынау Сығанақ көшесі. Сығанақ көшесімен тікелей былай баратын болсаңыздар, мына жерде Тұран көшесі жатыр, былайынан ұзыннан Хан Шатыр тұр. Арғы бетте Қайым Мұхамедханова көшесі орналасқан. Мына жерде Sunrise деген, бұрын Новосити, Биай групптың соққан үйлер ғой негізінде. Мынау Сатенес. Арғы жағына анау Сенсатан Сол парк деген нысаны. Ана жерде Мечта тұр. Жалпы бұлай Астана қаласының жақсы аудандарының бірі. Неге бұл ауданды маған бір ұнайтын аудандардың бірі болып саналады? Дәл қазіргі сәтке Астана қаласының орталық көшелерінің, яғни аудандарының бірі деп есептеймін. Жақын маңда 3 мектеп орналасқан. 71, 81, 78. Қосымша бином мектептері бар. Тура нысанның жанында бір бином мектебі бар. Екіншісі Төле би көшесінің маңында, былай жоғары қарай шамал жүру керек болады. Екінші бином мектебі бар. Екеуінің бір ара қашықтығы ары кетсе бір 2 километр шығар. Енді достар, сіздерге түсінікті болу үшін, яғни айта кеттім, алдына дронмен де түсірген болатынмын. Оны көпшілік түсінбепті. Мен қазір осылай жаяу жүріп сіздерге нысанды көрсетіп қайтатын боламын. Сығанақ көшесі Sunrise ЖК-сына қарама-қарсы былай кіреберіс жолы бар. Осы кіреберіс жолымен әрмен қарай қазір баратын боламыз. Мінекей достар. Бұл жерлерде естеріңізде ма? 2022-2023 жылдары ойнатылып еді ғой. Бұл жердегі бағанағы 3-5 қабатты нысан За шығыс деген. Тура солардың жанында орналасқан нысан. 2021 жылдары келіп осы ауданды мен бейнероликқа түсірген едім өзім YouTube каналыма. Тоже тамашалап көрсеңіздер болады. Тап-таза етін бұл жер бар ғой. Көптеген нысандар жоқ етін. Шөп өсіп жатқан жер етін. Бағанағы ар жақшы. Қазір өзім келіп қарап отырсам, әжептәуір нысан көптеп соғылып кетті. Міне мына жерде балабақша тұр, достар, қазір көрсетем. Көрдіңіздер ме? Мына жерде балабақша орналасқан екен. Міне балабақша. Міне тікелей осылай жүріп баратын болсақ, бином мектебі орналасқан. Мінекей достар, біз Сығанақ көшесінен оң қарай бұрылып тіке келе жатырмыз, Міне тіке келе жатырмыз. Тікелей бізде бином мектебі тұр. Анау 3 нысанды көріп тұрсыздар ма? Ұзарып тұрған. Вот сол нысандар мемлекеттік бағдарлама бойынша берілетін үйлер. Қазір тағы да соларға мына жағында қарама-қарсы нысандарды көрсете кетеміз. Мінекей достар, Сығанақ көшесінен оңға қарай бұрылған кезде, яғни Ильяс Омаров, Шыңғыс Айтматов көшелерінен келе жатыр. Мынау Е34 деген көше. Мінекей бұлайнан тіке келсеңіздер, дәлі бұзы көріне бастады. Міне мұнда қараңыздар қанша нысан соғылып жатыр. Ана жерінде бағана соғылып отқан нысандар мен сіздерге көрсеттім. 2021-22 жыл түсірілген мен видеороликтерін көріңіздерші осы YouTube каналдың. Мына үй тұр, шығыс маңындағы үйлер дегенше.
байқайсыздар, мынаның ешқайсысы көзде жоқ етін. Мынау республика шығар енді. Себебі ар жақтан Сатанес республика соғып, соның жалғасы болу керек. Мына 1898 деген. 2021 жылдар соғылып бастатты, 2022-2023 жылдары конкурсқа берілді. Бұл нысанның атауы 18-98. Қызыл кірпіштен соқты, лифт жоқ, үй өзі бұлай П образына тұр, ортасында тұрған паркинг. Бұл үй 180-ден басталып 180-220-дан сатылды. 180-220-дан сатылды. Таза қызыл кірпіштен соғылған үйлер. Сырты штукатурка. Көптеген адамдар айтқан осы кезде. Қалай болады екен 1-2 жылдан кейін штукатурка. Жаңбыр тиеді, қар тиеді деп. Онда қазір көре кететін боламыз, Ол кездер еще қосымша мынау бином мектебі ғой. Бином мектебі де соғылып отқан етін. Бірақ ескере кететін жайт. Ой, бином мектеп деп қатты бір үмітті болмаңыздар. Қараңыздар, жан жақта қаншама нелер тұр, үйлер. Үш толып кеткен шығар бұның ішінде. Баны айта кеттім ғой. Ар жақта тағы Анвардың артында бір бином бар. Төле би ау деймін көшенің атауы. Ар жақта тағы 3 мектеп бар, осы жақын манда. Бірақ енді ең жақыны осы бином болады ау сіздерге. Егер мемлекеттік бағдарлама бойынша өтетін болсаңыздар. Көріңіздер енді. Условия бағанағы балаларға оқуға тағы басқасына жақсы жасалынған дейді ғой. Іші таза, кең, жарық, парталардың бәрі. Мына 1898 деген нысанды қазір тамашалайық. Мін достар. Әні. 3 нысан көріп тұрсыздар ғой, Манағы мемлекеттік бағдарлама бойынша соғылып отыр деген. Одан ар жақта қазір оны көрсетем. Міне, қараңыздар. Биноммен қаншалықты жақын екендеріңізді. Ар кетсе бір 300-400 метр шығар. Мынау 25-92 деген нысан беді. Есіме салып жеріңіздер. Кім біледі? Бұнда мемлекеттік бағдарлама бойынша бергенбіз. Міне 5 қабатты. Тура осы секілді үйлер. Мынаны ар жағында тағы бір үй бар. Оны бір фирма соқты. Мынаны басқа фирма соқты. Кейін даже көптеген адамдар айтты ғой. Мақсат мырза осы үйлерді тапсырған кезінде сапасы бағанағы бөлік болып тұрды деді. Себебі 1898 ана жерде анау үй тұр қазір көрсетем. 1900 деген. Міне 1900-де екеуін бір компания соқты Акиматтың. 25-92-ні оны басқа компания соққан етін. Кейін айтыр сапа жағынан отличиялар болды деді ғой. Мін достар, мемлекеттік бағдарлама бойынша осыдан 2 жыл бұрын тапсырылған үйлер сырты штукатурканың сынып құлап жатқанын көріп отқан жоқпын. Мыналарға енді керемет болды, қараңыздар. Шықты, балақайлар шығатты, шық етіп мектепке керетті, шық етіп мектептен шығасылады. Міне. Монолитный дом, наполнение газоблок, сыртта фиброцементный панель, паркинг қарастырылған. Қазір жақындап көретін боламыз. Стройка вроде жүруде. Бүгін енді жексенбіге қарамастан стройка жүруде. Не жасап отыр екен жігіттер фасад жасап отыр. Фасад жасап отса, так, үйдің іштерін көріп тұрсыздар ғой, көріне ме, көрмеймін, маған көрініп тұр. Үйдің ішкі әрлеу жұмыстары әлі жасалынбаған. Балкондарды қаптау жұмыстары жүріп отырғаны минватамен. Мін жап жақын. Ар жақта үшеуі тұр. Балкондар қызыл кірпіш, ол специально бағанағы строительные нормы и порядок деген бар, сол бойынша сырт бағанағы влажный территориялар негізінде қызыл кірпіш болу керек қой. Паркинг астында бар, детский площадка паркингтің төбесінде болады, пандуста. Тағы не, ұзын 3, 4, 5, 6, 7, 8 нысан екен. Бірақ енді биылдыққа қанша нысанды тапсыратыны тоже белгісіз. Қазір жақындап көрейік. Мынау міне, просто енді сіздерге көрсетіп отқаным ғой. 2 жыл бұрын мемлекеттік бағдарлама бойынша берілген үйдің келбеті. Тастар сынбаған, бәрі өз ретімен тұр. Граниттар да өз ретімен тұр. Штукатуркасы, мына жерден кішкене әшейін трещина берді штукатурка. Штукатурка береді, по-любому трещина береді, шамал болсын. Енді анау айтқанда емес та, себебі бұл үйді конкурсқа ойнатып отқан кезде әжептәуір дискуссиялар болған. Неге Астана қаласының климатын ескере отыра сыртын штукатурка жасап отыр екен?
Ол ертең сынады ғой деп. Шынымен бағана бас жағында бір жерде ғана көрдім. И то вообще незначительный. Одан басқа бүйтіп санап қырылып отқан ештеңкесі жоқ. Қызыл кірпіштен соқты бұл үйді. Қараңыздар. Нелерінің бәрі бағана балкондардың бәрі әдемі екен, қара пластик окна. Терезелерін кейбіреулер ашып қойыпты, соған орай үйдің іші ыстық ау деймін. Так, Нұр-Сұлтан қаласы жапсарлас салынып, үй жайлар мен паркингі бар, көп пәтерлі тұрғын үй кешені Е16, Е24, Е32, Е45 көшелерінің қиылысында дейді. Заказчик строительство Акимат 4 квартал 2023-те бітіреміз деп жазып қойыпты. Мына дұрыс емес ақпарат қой. Мына дұрыс емес ақпарат. Мін достар. Бұл жерде просто көпшілік айтады да, Мақсат мырза, неғып ішіне кіріп түсірмейсіз, ішін көрейік тағы басқа деп. Дайын емес қой достар. Мен сіздерге сырттан көріп нені айтып бере аламын. Так, фиброцементный панельмен енді қаптап бітіп жатыр. Бірінші қабаттарды қаптауда. Одан кейін не бар? Пластик терезелер қойылып отыр. Сразу көрініп тұр, то что. Потому что кейбір ана жерде енді жоғарғы этаждарға жетіп қалған. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Енді бар атыр пластик терезелер. Толықтай бағанағы жетпеген пластик терезелер әлі ше қойылып отыр, жұмыс жасалып отыр. Бүгін жексенбіге қарамастан жұмыс жасалып отыр. Одан не тағы да? Балкондарды утеплениясы, сыртқы утепление тоже жасалынып отыр. Пандусқа қазір кіргізбейді ғой ағайындар. Құрылыс жүріп отқан жерге одан қалса басымда каска жоқ. Үйдің іші бітпеген. Қазір не көрсетем сіздерге кірген кезде? Мысалы сіздерге қызық емес қой ол. Кремді голый стеналарды көрсетіп шығам ба? Лучше кейін ремонты біткен кезде кірген дұрыс қой. Толықтай көрсету үшін. Міне, міне ағайындар қараңыздар. Тура айттым ғой бағана. Міне, қазір көріне ме, көрмей ме? Тіке. Көріп тұрсыздар ма? Байқалам. Тіке, анау. Көріп тұрсыздар ма? Бағана мен айта кеткен екінші бином. Мына жерде енді жол жүрілген ғой былай. Ұзынан ұзақ. Мына жерде мен ойымша тікелей жол болады. Енді болашақта ғой, Құдай қаласа, на перспективу о жерде де бұйыртса, ана биномға баратын мүмкіндік болады. Енді, район ең соғылып отыр екен, адам емес. Мысалы, мен артымдағы 18-38. Соғылып отқан кезінде осы ғана тұрған жәнде. Мына биномның құрылысы енді басталып отқан. Ар жақта бір-екі үй бар етін. Тап-таза етін. Ештеңе жоқ етін. Арада 1-2 жыл өтті, қазір қараңыздар. Аудан деген қалай дамып кетті. Сондықтан дамып кетеді. Мына жолды ары кетсе, 1-2 жылда пробивать етіп тастайды. Мына жақты кәдімгідей соғып тастапты ғой. Мәссаған. Ё-мое, шокпын ғой мен. Қараңыздар. Мынандай жоқ етін. Мына. Үйлердің бәрін соғып тастапты. Әрмен қарай жүрсе, тағы да бір мемлекеттік бағдарлама бойынша солған үй бар, ол 19.00 деген. Ол да тапсырылып қойды. Үйдің сырты жөнінде не айта аламын? Жақсы. Қанша қабат екен көрейікші? Мына паркингті по-любому санаймыз ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 қабат екен. Нысан 15 қабат, арғысы шамы ұзақтау көрінеді. Мүмкін по бокам тұрғандар жилой 14 қабат и ортасында орналасқан 16 қабат болуы мүмкін. Потому что ортасында орналасқаны шамалы ұзындау болып тұр да, тұршы. Сол достар, ағайындар, сіздер өтініш жасадыңыздар. Мақсат мырза, барып келіңізші, біліп келіңізші деп мін қараңыздар. Қолым қалай қызарып кетті. Халықтың бір айтыр сөзін, қалауын жерге тастамайын, көріп келейін, біліп келейін деп. Астана қаласы бойынша үй кезегінде тұрған ағайын, туыс, бауыр болса, жіберіңіздер. Мынау, мүмкіндік болса, отау бағдарламасына қатысыңыздар, мүмкіндік болып жатса. Егер отау бағдарламасына қатысуға мүмкіндігіңіз болмай, немесе шарт талаптарына сай келмей тұрсаңыз, кезекте тұрсаңыз, зеленый ипотеканы көріңіз. Егер зеленый ипотека болмай жатса, осы нысанды қарасаңыздар болады. Қарап көріңіздер. Қатысыңыздар. Бірақ тағы да айта кетемін. Мына 8 нысанда 1000-нан аса пәтер болғанымен бәрін бірге ойнатпайды бірдей. Үлгермейді по-любому. Қазір не бізде? Так. Бізде қазір март. Наурыз 17 ма? Пока ремонт жасаймыз, анау-мынау. Үйтеміз, ішкі абаттандыру жұмыстарын жүргіземіз дегенше бір июнь-июльда болып қалатын шығар. Сол достар, жақсылық болсын, амандық болсын, қуаныш болсын, береке болсын. Сіздермен бірге болған сіздердің сүйікті ұлдарыңыз Мақсат мырза. Өтініш, менің YouTube каналыма жазылып қойсаңыздар, таратып қойсаңыздар видеоны. Амандық болсын, қуаныш болсын, береке болсын.
Құдай қаласа иншалла, егер үй көтеріліп отырса, бұйыртып тұрса, кіріп видеоролик түсіріп қайтатын боламыз. Жақсы достар.